қой. Қазір біз ақпараттық соғыстамыз. Өзі Маклюен деген бір білгіштің айтқан бір 70-ші жылдары. Қазір әлем үшінші дүниежүзілік соғыс басталып кетті дейді. Ол ақпарат соғысы. Бұл жерде қолына қару ұстаған әскери мен үйінде газет істеп отырған бейбіт адам айырмасы жоқ дейді біз. Қазір шынымен үшінші дүниежүзілік соғыстамыз. Енді қараңыздар, бізге келіп жатқан тек ақпарат емес, ол бағана сіз айтып отырғандай жаңағы кәрістің шалбары, жаңағы батыстың Хэллоуин болмаса, жаңағы кәрістің тағы да бүйтетін, мысалы бәріміз біліп отырмыз, яғни белгілі бір образдар бізге танылып жатыр. Енді қараңыздаршы, әр ел өзінше қорғанып жатыр. Біз шабуылдаушы емес, қорғанушы позициядамыз, оборона. Мысалы қараңыздар, Францияда болғанда мен таңғалғаным, Францияның жаңа қызыма ойыншық қарап жүрмін, дүкендерін біздің жаңа меломан, атын айтпай қойын жарайды. Балалар дүкенде сөйтсем, біздің дүкендерге ұқсамайды. Сөйтсем, Францияның заңы бойынша адамның келбетінен басқа кейіптегі ойыншықтарды сатуға рұқсат жоқ екен. Мысалы, қазір біздің балалар дүкендеріне қараңыздаршы, инопланетянның түрінде черный вдова деген қап-қара бет, қап-қара киіп кеткен бір ойыншықтар тұрады. Францияның өзі либерал, ойбай, жаңағы гейлерін рұқсат беріп қойған Францияның өзінде балаларға адамның келбеті адам келісінде болсын дейді. Болмаса, Венецияда былтырдан бері түріктің донорын сатуға тыйым салды. Түріктің доноры жақсы сатыла, түріктің доноры дәмді, бірақ бұл Венеция. Италияның қаласы, сен бұл жерге келіп, пицца же, паста же. Қараңызшы, ең толерантты деген Еуропаның өзіне шектеу қойды. Болмаса Тәжікстан, енді жақсы мысал емес Тәжікстан, бірақ дегенмен Тәжікстанда ұлттық есімдердің классификаторы бар. Мысалы, сіз балаңыз туасыз, бала туғаннан кейін атты белгілі бір сайттан іздейсіз, 1000 жарым ат бар. Милана деп қоя алмайсыз, Диана деп қоя алмайсыз, обязательно жаңа Абдурахман, Шухрат деген секілді мемлекет бекіткен тізім бар. Бітті. Қоғамда мемлекеттер соған келіскен. Қорғаныстың ең үздік тәсілі осы деп. Сондықтан да Қазақстанда бағана айтқан Франция ма, Италия ма, Тәжікстан ма, қараңыздаршы, қандай ел болмасын қорғаныстың жаңа ақпараттан бір жолын тапқан. Өміріңіздің қазанында қайнап жатқан проблеманың шешімін білгіңіз келсе, тәлім трендті көріңіз. Тәлім трендті айтылған әңгімелердің толық нұсқасын көргіңіз келсе, тәлім тренд қосымшасын ұялы телефоныңыздағы App Store немесе Play Market'тен көшіріп ала аласыздар.